Ассаламағалейкум, қадірменді қазақ елі. Мінекей әдеттегідей, сенбі күні кешкі сағат 9-да Ардақ Байғабыл YouTube каналында Қазақия хабары. Аллаға шүкір, бүгінгі уақытқа дейін көптеген қонақтар да келіп қалды. Мінекей бүгінгі біздің арнайы шақырған қонағымыз Диета KZ тобының мүшесі, өзі сондай бір алып, батырлы жігіт Жасұлан Базарбаев бауырым. Қош келдің. Жасұлан, ассаламағалейкум. Уалейкум ассалам, қош көрдік. Батыр тұлғалы, былай айтқанда айтады ғой, қазақ түйенің жарты етіндей болып отырсын ғой деген сияқты. Тура сондай бір кейіппен бүгін келіп отырсың бізге. Қош келдің. Қош көрдік, рахмет. Мұқағали атамыздың ана бір өлеңі бар ғой, Қайран жеңгем деген сияқты. Қарғаның валетінде едірейіп қасыңа мына біреу қайдан келген деген. Сіз жаңа әңгіме отырған кезде сол есіме түсіп отыр да. Түйенің жарты етіндей болып ардақ-ау, мына біреу қасыңа қайда келген деген комментарийлер кетіп отыр астында. Кете берсін, жақсы емес пе? Енді бұл Жасұлан деген бауырымыз, өзім жақсы көретін бауырлардың бірі, досымыз, араласып тұрамыз. Өзі намазхан, Аллаға шүкір. Оны кім білмесе, енді білесіңдер. Енді Жасұлан бауырым, сұрақтар көп, бір сағат аясында ма, 50 минуттың аясында сол сұрақтарды саған жаудырсам, рұқсат етсең. Енді осы Қазақия хабарына бекерден-бекер сені шақырған жоқпыз. Толғандырған сұрақтар бар, халық көргісі келеді. Одан кейін сен мүмкін өзіңнің бір айтар уәжің бар шығар, айтарың ақылың бар. Әр өз ер азаматтың өзінің түйген нәрсесі бар ғой, бүгінгі уақытқа дейін. Соны мүмкін айта жатырсың. Енді есімің Жасұлан, Аллаға шүкір. Туған жерің қай жерде? Бірде Шәмші атамызға сұрақ қойыпты. Қай жерде туылғансыз деп. Шәмші атам айтып отыр дейді. Мен туылған жер өте киелі, ол жерден көптеген ұлы тұлғалар шықты. Мысалы, Әбу Насыр, Әл-Фараби, және мен Шәмші деген. Сол айтпақшы, сол ұлылардың топырағы Отырардан, Отырар ауданы, Маяқұм ауылынан туылып сол жақтан өстім. Отырардың тарихын жақсы білетін шығарсың онда? Мен бұлай енді несінің бәрін білем, жобалап. Бірақ мен бала күнінде ол жақтан кеткеннен кейін толыққанды білем деп айтамаймын. Бірақ өсіп өнген жерің қай жер? Өсіп өнген жерім, мен көптеген қалада өсіп өндім бар екен. Сол заманда бір анандай бір заман болды ғой. 90-шы жылдар. Күн көрудің қамы. Өйткені біз ауылда жүрген кезде мен әлі кейде бір балдарының алдында отырған кезде тәубе етіп, шүкіршілік етіп, айтып отырам. Біреудің атына дайындап қойған жүгерісін алып кеп, оны қуырып, түйіп, талқан қылып, соны жеген күніміз болған. Тек қана қара суға қарып. Қазіргі таңға шүкір етеміз дейсің ғой? Аллаға шүкір, мен балдарыма көбінде айтып отырам. Балдарым шүкір етіңдер. Аллаға шүкір етіңдер. Сендердің жастарында, қазір енді үлкен 13-те ғой, мен оларға айтам, мен сенің жасыңда қолымның бәрі қан болып, тырнақтарым көтеріліп, бескектер жерге қауын егіп жүретін. 6 жасымнан бастап мен еңбекке кетіп қалдым. Жасұлан, сен үнемі осындай дәу болдың ба? Мен кішкентай кезімнен толықпын. Бір арық болған кезім болды, ол бір... Неше жасыңда? 17 жасымда ма бір арық болып, өйткені бойым өсіп кетті бірден. Бірақ маған қатты арық болған жараспайды екен, өйткені басым қазандай болып, қолым ұзын болып қалады да. Сәл толғаннан кейін қолым былайынан жиналып, қазір мен қолым созып көремін ғой, бұрын мен тіземе сәл-ақ жетпей тұратын қолым, ұзын болған соншалықты. Әйтеуір толғаннан кейін бе қолым тартылды ма, қолым қысқарыпты. Қазір жүрген кезде былай жүресің ба? Жоқ, адамға былай, кәдімгі адам кейіпке келдім да, былай жалпы көпшілік адам бірдей сияқты. Біз бұрын қолым ұзын, қолым жинап жүретін бүйтіп. Салмағың қанша? Енді салмақ қазіргі таңда таза салмағым қанша екенін білмеймін, бірақ біраз бар. 180-ге барып қала ма? Барып қалады. Барып қалады. Өйткені білмеймін енді, шын айтқан кезде бір тараздардың бірталай таразға тұрып көрдім. Шыдады ма? Біраз тараз күйіп кетті енді. Бірде студияда біз енді Ұлықпан ағамыздың қанатының астынан шықтық қой енді. Сондай ма? Білмеппін. Бізде жаңағы Саманту болсын, Каспий болсын, Бастау, Ета Кезет бар. Көп енді Лұхан қоласынан шыққандық. Сонда бір күн Лұхан өзінің бөлмесінде не тұрады, кабинетінде, таразы. Тұршы маған дейді, Лұха, күйіп кетеді деймін ба?
электронный ма әлде? 20 килограмм тараз электронный. Лоха күйіп кетеді қойыңызшы. Торш күйсе күйіп кетсін торш дейді. Бір аяғымды салып апарып бердім, 90-100-ге апарып бердім, бір аяғымды салып. Лоха деймін ғой. Той тұр дедім ғой дейді. Екінші аяғымды көтереріміз тараз деді күйіп кетті. Тарс етті ма? Жоқ, тарс еттің ештеңе жоқ, бірақ істемей қалды. Сол тараз әлі күнге дейін ескерткіш болып қалды ғой тек қана. Істемейді. Жасұланның табаны деген жазумен қалды, сол ешкім шығып көрген жоқ. Сондықтан менің салмағымды өлшейтін тараз тек қана ет сататын жерлерде ғана бар шығар, картоп. Оған баруға уақыт жоқ. Иә, дұрыс. Енді әңгіме болсын, бір жағынан қызық болсын деп көп адамның сұрағы ғой. Сол көп адамдардың сұрақтарын саған қойып жатқан бүгінгі уақыты ғой. Енді Жасұлан, Аллаға шүкір, алхамдулилла мұсылманбыз. Соның ішінде, бұл айтқанда орысша айтады, религиозно практичный мусульманин. Яғни практикаға бүкіл 5 уақытты өзіңнің бойыңа сіңдірген бауырларымыздың бірісің. Қай уақыттан бері намаздасың? Негізінде мен осы намазға келгеніме көп уақыт болған жоқ. Не себептен келдің намазға, айтшы маған? Не себептен келген кезде мысалы Толстой айтады, Лев Толстой білесің ғой, я магометянин дейді. Мен мұсылманмын, яғни магометян, мен Мұхаммедтің жолындамын деді. Шіркеудің сол үшін қуылғаны бар. Толстой айтады, мен өзім ақылыммен келдім дейді, былай айтқан кезде. Әр адам өзінің себебін, біреу қайғымен келеді, біреу бір туысы бір қайтыс болғаннан келеді, біреу бір қуаныштан келуі мүмкін. Сен намазға қалай келдің? Соны білгім келіп отыр. Мен намазға... Әлде ортаң сондай ма? Жоқ, мен ортам бұрыннан сондай. Өйткені менде жан-жақтағы достарым, намаз қылған достарым бәрі айтатын, сен жаныңда намаз оқымайтын адам жоқ қой дейді. Бәрі? Бәрі намаз қылған дейді. Ішінде сен отырасың дейді. Соны Мадиярмен бірге сапарласып болдық. Мадияр Серікбаев. Айтпақшы, келеді жақында ол да біздің хабарымыз. Соны Мәкеңмен бірге кетіп баратырмыз, сонда балдар кетіп баратырмыз ғой Мәкеңмен бірге сапарға. Мәкең бір жақты қылып келеді сені деп. Сөйтіп ойлапты. Мен сояғы баяғы күйде барып келдім. Тым өзгеріс жоқ, баяғы жартас сол жартас болып. Мәкең енді біраз әңгіме айтып келді. Сол не керек? Сол карантиннің кезінде бір енді бір кино көріп отырмын. Бұл жерде айтуға бола беретін шығар деп ойлаймын. Тарзаман деген кино түсірілген екен. Тарзаман деген киноны көріп, сонымен сол Алихандардың, аталарымыздың жүрген жолдарын көріп, бірақ ол кісілердің жаңа алаштықтар ғой. Алаш, иә, алаштықтар. Сол кісілердің қазақтығында, қазақилығында, сосын дінінде аман-есен алып жүргеніне көзім жетті, бүйтіп қарап. Мына кісілер сондай екі жақты бірдей алып жүрген кезде маған не жоқ. Егеменді Қазақстанда тұрып жатырмын. Мына кісілердің заманынан менің заманым қайда тыныш қой? Әрине. Алла тағала осындай бір мүмкіндікті бере бермейді ғой. Деп сол ойыма түсті. Содан кейін бір уағызда естідім, сәждеде жасаған дұға, намазда жасаған дұға қабыл, Алла қаласа деп. Адамда дұғалар көп сұрайтын. Иә, адамда дұға көп. Бірақ ол жаңағы сәждеде қабыл болады деген екен, қызым да енді ешкімге айтпаған. Осы уақытқа дейін еш жерде айтпағам. Қызымның кішкентай ауыратыны бар. Сол Алла шипа берсін. Қызым да шипа сұрайын Алладан. Енді әкенің, ата-ананың перзентіне, перзенттің ата-анасына деген дұғасы қабыл дейді ғой. Иә. Алла тағаладан дұға тілейін қызымнан деп. Осы екі себеппен мен намазға келдім. Намазға келдім. Бірінші себебім жаңағы аталарымның несі көз алдыма елестетіп, өйткені мен сол кісілерді түсіндім. Мен сол кісілердің көзқарасымен қарап көрдім, ойланып көрдім. Сол уақыттағы заманда қазақты қазақпен қырған уақытта дініне бекем болғанын көрдім. Сонымен неге олай жасамасқа? Мен неге намаз оқымаймын? Маған неге дергі? Ішпеймін. Бір ата-ата деп іс жерде біреумен жағаласып жүрген ештеңкем жоқ. Ортам бәрі намазхан. Сонымен Аллаға тәуекел, Алла өзіңе тәуекел еттім деп бастап кеттім бір түнде. Аллаға шүкір, алхамдулилля. Алла қабыл етсін. Жалпы өзі Алла субхана тағала
сүйген де сүймеген де құлына байлықты бере береді ғой дүниені, бірақ иман тек қана сүйген құлына береді дейді ғой. Алла субхана тағала сені сүйген құлдардың қатарында қылсын. Амин, башамыз. Енді қазақ болғаннан кейін біз тегіміз бар, бөлінбейміз, тек қана тегіміз үшін. Ертең былай айтқан кезде ата бабамыздың кіндік тамған жері қай жерден деген сияқты сол мәселеде руымызды сұрасатынымыз бір. Елің қандай? Мен жек көретін сұрақтардың бірі мынау. Білем, иә, сол үшін қойып отыр. Ең жек көретін сұрағым бұл тек қана, білмеймін, маған осы ұруға бөлініп кеткен қазақ ұнамайды, өйткені трайбалист емеспіз ғой біз, Алла сақтасын. Енді мен ол жерде айтайын дегенім, бұл негізі қазақ деген өзі жан-жақты ұрудан құралған ұлт қой негізінде, тайпадан мысалы. Ақиқат сондай. Ақиқатына келген кезде. Бірақ соңғы кезде көп жастарымыз, көптеген үлкендеріміздің өзі осы ұруын туғып көтеріп алып бөлініп кетіп жатыр да. Өкінішке орай. Сондықтан көп жерде мен ұрушыл болғым келмейді. Былай сіздің сұрағыңызға жауап ретінде орта жүздің ішінде Қоңырат деген ел бар, соның ішінде Құлтума Қира деген бар. Сол ұрудан боламын. Машалла. Өзіміз азғантай ақ ұру негізі. Қоңырат азғантай ма? Енді азғантай. Еркек ер мінезді, Аллаға шүкір, Алла субхана тағала бізді сондай жаратты. Бірақ еркектіктің сипатында тағы да мынандай нәрсе бар екен. Уәдеде тұру. Уәдеңізге қаншалықты беріксің? Уәде берсем, сода уәдемді тұруға, орындауға тырысам. Мысалы, біреу бір 7-ге шақырса, 7-ге 15 минут қалуға. Бүгін соған дәлел болды. Мен өзім кешігіп келдім де, сен ертең. Соғындай уақытта келгім келеді, өйткені неше түрлі ситуация болуы мүмкін. Жолда пробка болып қалуы мүмкін, жолда машинадан бөлек жарылып қалуы мүмкін. Сені қаншама адам күтіп отыр. Келген кезде сенің адам бетіңе күліп қарай салуы мүмкін, бірақ оны іштей сен оның қандай шамына тиіп кеткен білесің шағына мысалы. Ол іштей бір сені бірден кетіп жек көріп қалуы мүмкін. Оның басқа шаруасы болуы мүмкін. Онда отбасы бар. Адамның көңілін қатты аулайсың, яки? Енді бір ондай бір өзімді бір ондай нәрсе жаңағы бір періште сияқты сезім айтып кетпейін, бірақ жаңағы уәдеге сөйтем. Егер уәде беруге тура келіп жатса, Алла қаласа деймін. Ол бұрыннан келатқан мен айтатыным. Өйткені Алла қаласа деп айтам. Егер мен уәдемді тұрмай қалсам, ертең Алланың алдында мен Алла қаласа деп айттым, енді Алла қаламады. Не істеймін деп қана соны өзімді жұбатам. Бірақ мен мүмкіндігінше уәде берсем, соны орындауға тырысам. Керек болатын болса бірде бір жағдай болған, білмеймін, бұл мақтаныш болып кете ме, айту керек па? Айта бер. Өзіміздің басқалар ғибрат болсын да. 2014 жылдары ма? Осы біздің бір әніміз қатты шығып жатқан уақыт. Сонда бір бауырымыз Қызылордаға, Жаңақорған деген жерге өтініш қылды. Сол уәде беріп қойғам. Қызылордаға ма? Жаңақорғанға. Енді білмеймін, сол уақытта бір қай жағынан айналдырып келген. Именно сол баратын күніге Алматы қаласының өзінен енді сол кездегі сумамен айтсам бір анда мында кіріп шығу керек, тағы да бір өзім бір заказдарым болды. Тамадалығым бар ол кезде. Сонда есептесем бір 4 000 доллардың жобасында ақша түсіп тұр екен. Алматыда. Сосын бару керек дедім мен өзіме. Бірақ мына жақтан жанындағы жігіттер бар, адамдар бар, қысып атты. Ойсай, ақшаң, жұмысың ғой деп. Сосын Ұлықпан ағамыздың ол кезде қолындамыз, Ұлықпан ағам бардым, Ұлықпан аға уәде беріп қойып, не істеймін деп. Уәде берсең негізі барған дұрыс қой деді. Бұл одан кейін мен оны қабыл неғаған жоқпын. Қызылордаға сонымен кетіп қалдым. Тыныш жүрекпен кеттім дейсің ба? Иә, жанындағыларға басқаша түсіндіріп айттым. Егер Алла тағала соны бізге сол жақты нәсіп етіп тұрса, басқа амал жоқ қой, барайық. Егер ол жаққа бізге бармау нәсіп ететін болса, біз жолдан қайтып келеміз. Иә. Сөйтіп барып келдім. Егер ол жақта риск алып, мен қалып қойып ертең мына жерден пәленбай мың ақша тапқанменен, оның берекесі болмай қалуы мүмкін, жоғалтып алуымыз мүмкін, бірдеңе болып қалуы мүмкін. Одан уәде енді жоғары ғой деп сонымен кетіп қалғаным бар. Негізі қымбатты көрермен қауым, Жасұлан қазір енді салмақты, сабырлы болып отыр ғой, өмірде ондай емес. Білетінім. Қалжың бастығым бар. Жоқ, мен қалжың бастығым бар, өйткені бір анандай өзім бір проблемамен жүргім келмейді. Проблема, бүткіл адамда проблема бар да. Бәрінің басында бір қайғы бар. Әйтеуір біреу бірдеңені ойлап жүр, біреудің көңіл күйі болмайды.
бірақ дегенмен сен ортада жүргеннен кейін сен көңіл күйіңді түсіріп алып бірдеңке анау оның көңіл күйін түсіріп не істейсің, ол жетіспейді. Әркімнің басында проблема бар. Сондықтан кез келген ортада көңілді жүруге тырысамын. Көңілді жігітсің. Көңілді жігітпін. Сосын өзіммен жаңағы қазақилықпен жаңағы жезделерім болса, қайын-інілерім болып жатса, құрдастарым болып жатса, аямаймын. Көтереді ғой сені? Мен өзі бір көтермейтіндермен онша қатты араласпаймын, өзі бір. Білесің ғой? Өзім бір жоқ, құрдастарыма айтамын мен, сен көтерген көтермең маған бәрібір дейсің ба? 2 сом тауық іздашқа. Қаламасаң жылыңды ауыстырып жібер дейді. Өзің және де актерсың. Кинода да түстің. Қазір енді әншілікпен айналысып кетті. Енді былай айтайық, Ареке, әншілікпен айналысып кеттім дегенде мен бір күні Сәкен Майғазиев ағамыз бір бағдарлама жүргізіп отыр. Қарасам съемка ғой енді. Бізде қонақта Диета KZ тобының әншісі Жасұлан Базарбаев келіп, ойбай аға деді. Ана әншісі дегенді алып тастаңызшы. Диета KZ тобының мүшесі, құрамындағы бірақ әнші деп айтпаңызшы. Онда мен дұрыс бастаппын ғой бағана. Әнші деген нәрсе ол көп адам жеңіл қарай салады да. Ол әнші деген ол мүлдем басқа. Орындаушы деген мүлдем басқа. Әнші деген мүлдем басқа. Мен өзімді ешқашан әншімін деп есептемеймін. Есептеген емеспін де, алдағы уақытта есептемеймін де. Мен Диета KZ тобының құрамында, тек қана сол құрамдағы шоу жағын ғана көтерген, алған. Қимылдап тұруын, сөйлеп тұруын, арасында жаңағы әңгімелерін айтып тұруын мысалда. Өзім даусыма ыңғайлы, кішігірім ғана айта алатын жерін айтамын. Ал өзім шамам келмейтін жерге шаппаймын. Өйткені осы екен деп шаба берудің керек жоқ қой. Мынандай сұрақ Жасұлан. 2020 жылы, осы жылы наурыз айынан бастап, 20-сынан кейін пандемия басталды. Коронавирус, COVID-19 барлығы біледі. Бүкіл әлем сонымен етене қазір өмір сүріп жатыр. Карантин болды, той бітті, жұмыс жоқ көбісінде. Осы уақытта не істедің 6 айдың бойы? Бүгінгі таңға дейін не істеп жатсың? Уақыт көп болды ма? 7 ай өтіп кетті. 7 ай өтіп кетті. 7 ай өтіп кетті. Жаңағы қыстың қамын ойлаған аю сияқты жиған тергенімізді жеп жаттық басында. 2-3 айдай, е? 2-3 айдай. Содан кейін біраз адамдар сына бастады негізінде. Көптеген адамдар. Иә. Сен сындың ба? Ойбай, енді не істейміз, той жоқ, анау, мынау. Мен көп әншілерді білем, көліктерін сатқан, үйін сатқан, қарызға батқан әншілерді, әртістерді білеміз. Өйткені қазір тіпті әртістердің өздері, актерлар театрда істемей қалды қазір. Бәрі театрда жұмыс істейтін қанша таныстарымыз бар. Барлығы қарызға батты былай айтқан кезде. Кезіндегі өмір сүрген былай айтқан кезде лимит бар ғой. Содан әбден төмен түсіп кеткеннен кейін қатты соққыға ұшыраған адамдар да болды. Олардың қатарында емессің ба? Сол мен жанымда жүрген балдарға айттым, өзімнің жан-жағымда жүрген балдарға айттым. Айттым, несін уайымдай бересің дейді. Несін уайымдай бересің. Мен бір асып-тасып бара жатқан ештеңем жоқ, мен де қиналдым. Бірақ дегенмен де бәрін реттеуші негізі Алла тағала ғой. Сен оны қанша не қылып, мен күніне деймін де балдарға айтамын. Күніге бір кит 4 дана тамақ жеп қойды екен деймін де. Қаншама кит бар деймін де. Соншама китте рызық беріп жатыр ғой, Алла тамақтандырып жатыр ғой. Мұхитта. Осыншама әлемде кең байтақ жерде тұрып жатып, Алла тағала ауыз берген пендесін аш қалдырмайтын шығар. Ана бір ғалым айтқан екен, сөзіңе тозық болсын Жасұлан. Менің дейді пешенеме, маңдайыма жазылған ризықтың дейді. Ешкім мысқалдай, былай айтқан шаң тозаңдай нәрсе ғой енді. Мысқалдай нәрсені ешкім алып қоя алмайтынын, және де ешкім ештеңе қоса алмайтынын түсінген кезде мен жүрегім тынышталды дейді. Мен балдарға айтам, мен естігенді айттым да, бірақ мен өзім жаңағы ойдан шығарып ештеңе айтпаймын. Естігенді айттым. Адамның несібесі, ол да ажал сияқты екен да. Адам қуалап жүріп келеді екен да өзін. Мен айтам, онда біз несібеміз қуалап жүріп келетін болса, несін ойынбайсыңдар дейді. Кішкентай еңбек етіп қимылдау керек. Амал жаса болды. Амал жаса. Жаңа бір әдемі бір сөз бар ғой. Мәриям анамыз
босанайын деп жатқан кезінде, қатты қиналып жатқан кезінде жаңағы талды сірге құрма түседі, құрмадан жеңілдейсің деген сияқты. Сол кезде енді қатты қиналып жатқан Мәриям анамыз бүйтіп тұрып талды сілкуге шамасы келген жоқ кісінің. Ол кісі бүйтіп қолын қойған шығар, может бүйтіп кішкене итерген шығар, дәу тал ғой енді ол. Себебін жасады, құрма түсті, жеді деген сияқты ғой. Алла ризығын берді. Кішкентай шаг жасау керек, қимыл жасау керек. Форчиканы ашып қойып, деп жата берсең келіп түседі деген ол. Ондай бір сказкаға сеніп кетудің керегі жоқ. Жалпы бәрін абыроймен өттім деп ойлайсың? Енді сондай шығар деп ойлаймын, бір қатты бір не. Лайым солай болғай. Енді Жасұлан тағы мынандай сұрақ, еркек деген түсінік бар, жалпы еркек атаулы түсінік бар. Сен үшін ер деген сөз не білдіреді? Енді ол тек қана бір ғана сөзбен жауап беретін нәрсе емес. Жалпыша айта бер. Ер деген кісі, еркек адам әуелі отанын сүю керек, отбасын сүю керек, ата-анаға құрмет жасау керек. Ата-анаға құрмет жасау керек. Өйткені небір мен еркекпін деп жүрген талайлар бар ғой. Әке-шешесіне қарамай, әке-шесінің қайда екенін де білмейді. Мен білем, біраз жігіттерді білем, араласатын да жігіттерді білем. Ата-анасының қандай күйде өмір сүріп жатқанын, өзінің қандай күйде өмір сүріп жатқандарын білем. Ол қандай еркекке жатады. Ол не ерлік? Айтасың ба оларға? Мынау неде? Әлде шатағым жоқ дейсің ба? Жоқ, мен бір-екі рет оқталдым. Бірақ жібермеді. Бірақ мен оны айтамын. Мына жақсы нәрсені айтты. Мынау келесі сұрағыма үлкен бір түрткі болып отыр да осы мәселе. Келісем сөзіңе. Ата-анаң бар. Аллаға шүкір. Екеуі де дін аман ғой? Аллаға шүкір, аман есен. Сол неде тұра ма? Шымкент жақта бір жерде? Жоқ, осы жерде. Алматыда? Мен әке-шешемнің қолындамын әлі. Әке-шешеңнің қолындасың? Мен әке-шешемнің қолындамын. Аллаға шүкір. Неше баласыздар сіздер? Біз 3 ұл, 1 қызбыз. 3 ұл, 1 қыз. Сен кенжесісің бе ұлдардан? Жоқ, мен үйдің үлкенімін. Үлкенсің бе? Мен әке-шешем қолындамын. Бірақ әке-шешең қолындасың. Кенжеге беретін еді ғой? Енді қазіргі балдардың несі бар ғой андай. Ана кейде бар ғой, мына сөзіңді бөлейін, ата-ана бір балаларды таңдайды, мен мына баламен тұрғым келеді деген сияқты. Сондай болды ма сенде? Ата-ана бала таңдайды дегенге көбіне келіспеймін. Ата-ана келін таңдайтын сияқты. Келін таңдай ма? Міне дұрыс. Бала ол қайқа кетеді, іштен шыққанша барсаң. Келін жайлы ғой. Келін таңдайды, мен енді келіндерімді жамандап отқан жоқпын. Мен былай болды. Жоқ, соғыстырайын деген жоқпын. Ертең келіндерім басқаша ойлап қалмасын деген ғой. Ойбай, аға не қалды, өзінің келіншегін сонда анандай қылып. Бізде жоқ қылып. Жоқ, сөзінде жаны бар ғой енді, шын мәнінде келіннің сыйысса, келін. Монғолияға біз гастрольмен кеттік. Мен еншімді алып, бадасын алып, Алматыға жаңағы осы Алматының сыртында тұрамыз енді, жақын жерде. Мен қалаға квартира алып, еншімді алып шықтым. Кәдімгі батасын алып, Құран оқытып, туысқандарды шақырып, жақсылықтарын алып. Сонымен мен Шығыс Қазақстанды аралап келдік. Содан Шығыс Қазақстаннан келді, қайтып Монғолияға кетіп қалдық. Монғолияда бір 20 күндей жүрдік. 20 күннен кейін Қазақстанға келсем, үйге келсеңші, анаяқтағы үйдеміз дейді. Барып қалсам, еншімді алып кеткен заттың бәрі үйде тұр. Сонда енді не міне? Мен өйткенде ары бері жұмыс істеуім қиындау болды да, ана жаққа барып келуші. Сол оның үстіне мен үлкен жаңағы әке-шешем бауырына басқан, үлкен баланы. Олар біреу мына жақта жылап, мамаш ана жақта жылап, екеуі екі жақта жылаған. Сосын мамам айтты, бұл келін маған абысындай болып қалды. Мен сырласым да осымен сөйлесіп. Өйткені біз бірге үйленгеннен кейін қанша жыл тұрдық, құдай-ау. Біз 9 жылдай ма бірге тұрған екен. Сол қатты бауыр басып қалған екен. Бір үйде. Иә. Сосын енді амал жоқ. Жарайды. Ол кезде машинамда жоқ еді, бір алаяқтарға ілініп қалып, машинамнан айырылып қалып, жаяу қалып кеткен кезім болған, ақшамнан да машинамнан айырылып қалып. Сол жылдар әйтеуір машиналы болдым, бүйтіп жағдайым. Сонымен сол жақтан қатынап, сол жақпен келіп жүрдік.
сол жаңа айтпағым сол ғой, жаңағы өзі бір бауыр басып қалған да келініне. Қазір енді жібергісі жоқ. Қазір енді жібергісі жоқ. Өзімнен кейінгі інімізге. Негізі сен бар ғой, өте бақытты адам екенсің. Біріншіден ата-анаң жақсы, жаныңда. Одан кейін ата-анаңмен бірге тұрасың. Келін де жайлы болып тұр. Ата-анаңа ұнап тұр ең бастысы. Осыдан артық бақыт жоқ деп ойлаймын. Мынандай сұрақ. Ата-анаң Аллаға шүкір дін аман, көз тірі. Не жақсылық жасайсың үнемі қасында жүріп? Ештеңке деп айтайықшы. Ештеңе жасап отқан жоқсың. Үнемі титтей кішкентай бір үнемі жасайтын нәрсең бар ма? Бөлісші. Жоқ, оны. Мына кейбір айтады ғой, мен ата-анасымен бірге тұрса, таңертең ерте тұрамын, ең бірінші мамамен барып амандасамын, бетінен сүйемін, шайын дайындаймын деген сияқты. Білмеймін, енді осындай бір нәрсең бар ма жасайтын? Жоқ, мен ондай нәрсе жасаймын деп айта алмаймын, бірақ мен үйдің үлкені болғанмен де қатты еркелеп жүремін негізі. Кезінше кенжесі еркелемей ме? Сіздерде басқаша ма? Кенжесі болған кезде мен ана елдің алдында жүргеннен кейін ба, әбден халыққа еркелеп, үйде де сондайсың. Не алып қалғаннан кейін үйде де жаңағы арсынбаймын, мама-ау деп алдына жата саламын. Керемет қой айтшы. Иә, сосын өткенде историяға түсіріп жіберсем, историям сол ең максимальный просмотр жинаған сол историям болыпты, анаммен бірге әңгіме айтып жатып. Жаңа айтамын да. Мама айтып жатыр, енді менің анамды жастай алып қашып кеткен да. Бір 16 жасында ма алып қашып кеткен. Әкеңіз мықты екен. Сосын сотталып кетейін деп айрандаған ғой. Айтамын да. Басқа біреу алып кетеді деп қорыққан ғой. Не дейді? Мама история айтамын, мама, сізді жақсы көріп келдіңіз бе, алып қашып кеттім бе? Алып қашып кетті ғой, 16 жасымызда дым көрмей жүр. Дейді да. Қазір қайтып апарып тастағысы келіп жүрген шығар. Әкең не дейді? Әкең не дейді? Біз енді жоқ, әкеммен айтқан жоқпын, тек қана мама айтып отырмын ғой, алдында жатып история түсіріп жүрген, сөйтсем ең көп просмотр интересныйға түсіп кеткен көп тарапты. Көбіне білмеймін енді, мен бірдеңке не алсам, сол үйге алып барғанды жақсы көріп тұрамын. Әкең қатал ма, мамаң қатал ма? Немесе былай сұрақ қояйын. Кім мейірімді? Анаң ба, әкең ба, көбіне? Жоқ, ана мен әкең мейірімділік жағынан салыстыра алмайсың, өйткені ананың мейірімділігіндей мейірімді бере алмайды ғой. Ана мейірімді әрине. Әкең қатал? Өйткені әкем бір қатал ештеңесін көрген емеспін. Енді кезінде бір ірімендер болды да, әлгі жерде жаңағы өйтіп кетті, ана рельстен шығып кеткен кезде кішкентай. Бірақ енді оның өзін бір осы бала жолдан тайып кетсін деп саба алмайды ғой. Бір қателігіміз бар. Сол енді ана мейірімді ғой. Бірдеңке тауып жатсақ, сол үйге қай уақытта барсам да анам есікті ашуға тырысып жатады. Бірінші. Иә, мен енді үйге бір сағат ерте 10-ның кезінде барып алатын адамдардың қатарында емеспін. Кеш барам үйге. Кеш барасың. Түнгі 3-терде барам, 2-лерде барам. Сол уақытта мен вороторның аузына тоқтап, өзім келіншегіме сонда отқанықты уже кет деп итті қуып вороторын ашып жатады. Маман, машалла. Нешеде сонда ата-анаң қазір? Жасы нешеде? Мамам биыл 60-та. 60-ға толды. Карантиннің кезінде болып қалды. Әкең? Әкем 67-те. 67-те. Аралар 7 жыл екен, Машалла, Аллах ғұмырларын ұзақ қылсын. Жасұлан, неше балаң бар? Мен енді сұрақ қойған кезде айтамын ғой. Алла тағала ең алғаш маған қыз берді. Алла тағала оны қайтып алды. Шетінеп кетті ме? Иә. Шапағат шықсын. Әмин. Екінші ұл берді, оны әкесі жамап қойды. Үшіншісі өзімдікі деп жаңағы баламды айтып жүретін. Кейін Алла тағала қыз берді осы 4 жыл алдын. 2 ұлдан кейін. 2 ұл, 1 қызым бар. Қазір Алла қаласа тағы да
4-сін күтудеміз. Машалла. Алла салихалардан қылсын. Амин. Балапандарыңызды. Ана үлкенді менің балам деп айта алмайсың ғой үйде, иә? Менің балам деп айта алмаймын, бірақ анда мындай кезде сақсақ өткізіп орнына қойып қоямын. Яғни әке деп айтады, сені сыйлайды. Әке дейді, анашым дейді. Енді егемендік алғаннан кейін ұлдарымызды, қыздарымызды әйтеуір әке, анашым деп айтқызуға тырысып солай айтып. Мысалы бізде мынандай да, қазақтың бір дәстүрі бар да, алба айтады ғой, дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейді ғой. Кейде ата-ана, былай айтқанда ата әжесі алғаш немересін бауырына басып алады да, өзінің туған ата-анасына қарсы қойып қояды. Немесе ата-ана әке, ана деп айтқызбайды, өзін әке деп айтқызып қоюы мүмкін. Одан кейін бір нәрсе деп балаңа ақыл айтайын десең, оны да айтқызбайды. Керісінше бәрін қорғап, ана баланы кейде бір тентек қылып қоятын сияқты болып көрінеді өз басыма. Сіздерде ондай емес пе? Бізде ондай емес. Өйткені біздің де жаңағы өзіме үлкен қызды атамыз бен әжеміз бауырына басқан. Менің әкемді өзінің әжесі бауырына басқан деген сияқты. Оның бәрін көргенбіз, бірақ менің 10 айлығында қасына алып жатты, үлкенді. 10 айлығынан бастап қасына алып жатты. Сол уақытта өйткені әйелім аяғы ауыр болды. Сол емшектен шығару керек болды, қасына алып жатты. Содан бері әлі сол кісілермен ғой. Бірақ тәрбиеге аралассаң ештеңе демей ме саған ата-анаң? Жоқ, ол жерде жаңағы кемпір шал деп айтамыз ғой, бауырына басқан кезде аға, жеңге дегізіп қоятындар бар мысалы. Иә. Әке-шешесін. Иә. Жоқ, біздің мамам айтты, ертең екі ағайынды екі бала, екеуі екі түрлі болып қалады. Кішкентай алыстан қалып қалады. Иә. Мен соны айтқым келіп отыр. Деді да, жоқ, ертең біз мәңгілік жасайтын адамдар емеспіз, уақытымыз келсе ертең бұл өмірден өтеміз. Бала кенде болып қалады. Не істерін білмей қалады. Қайқа барарын білмейді. Анаяққа барайын десе намыстанады. Бармайын десе болмай жатыр деген сияқты. Сондықтан міне әкең міне, шешең міне. Менің балам деп айтады әкем. Бірақ менің балам деп айтады. Менің балам. Әйтеуір өз орнын біледі. Өз орнын біледі, иә. Үйде. Нешеде қазір ол? 13-те. 13-те. 13-те отау иесі. Ер жеті қатты. Үйде оның үстіне балдарға қатал болатын жерде қаталмын, өте қаталмын. Жалпы қаталсың? Отбасымда қаталмын. Отбасында қаталсың. Мынандай сұрақ, ұлың да бар, қызың да бар. Ұлды тәрбиелеу қиын ба, қызды ма сен үшін? Мен екі ұлды болған кезде Алладан енді қызға Алланың бергеніне шүкір. Мен бір астамсап бір анау жұрттар өзгеге түсіріп не екен, ұл болды ма, қыз болды ма, мен алғашқым қыз болған. Мен айттым, қарамайын дедім. Бала болса болды. Алла тағала береді, маған сол болды. Ал таңдағандар өздері жасап алсын. Станокқа салып жасап алмаған. Бірақ маған Алла тағала беріп жатыр. Маған ол кезде мен намазда емеспін керек болдым. Бірақ сенім солай болды. Ал тәрбие мәселесінде? Тәрбие мәселесінде мен жаңағы әңгімені тұздық қылып алып келе жатқаным. 2 жылдан кейін қызым болса, ертіп жүрсем деп бүйтіп нәзік қой енді қыз бала деген. Сосын Алла тағала қыз берді, қыздың қандай әкеге жақын екенін біліп жатырмын да. Ана 2 баланың маған істемеген нәрсесін істейді ғой. Шашымды сипалап, бетіммен сүйіп, мойнымды иіскелеп, құшақтап. Мен үйде болған кезде әкеге жақын екені рас қой. Мен үйде кезде менсіз төсекке жатпайды, ұйықтамайды. Машалла. Сүйреп алып барады. Бірақ мен сол кезде бүйтіп ойландым да, кейін несін ойланып жатырмын ғой, қыз баланың ше. Қызды болғаннан кейін тәрбиесіне қорқамын мен негізі қыз баланың несінен. Сосын бір қыз балдар туралы бір жаман әңгіме айтудан да қорқамын. Бір жаман жолға шығып кеткен қыздар болып, олар туралы әңгіме айтуға да қорқамын, сыртынан бір сөз айтуға да қорқамын. Өйткені өзім қыз өсіріп келе жатырмын дейсің. Қыз өсіріп келе жатырмын да. Қызым бар кезде ондай әңгіме айтмадым. Құдай сақтасын. Алла тағала өзің ондай қылмай, қылай көр, мынандай қылай көр, мынандайдан сақтай көр Алла тағала деп. Күнделікті намазда сұрайтын сол шығар енді. Жүрем, өйткені қыз баланың тағдыры деген өте ауыр ғой негізінде.
мен қорқамын қыз баланың несінен, тәрбиесінен. Сол үшін ғой енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, кімде кім 3 қыз өсіріп, өндіріп, тәрбие беріп, тұрмысқа қыз шығаруға мүмкіндік жасайтын болса, ол адамға жәннат дейді. Мен екеуі болса да, біреу болса да. Оның айтып тұр ғой, жақсы тәрбие беріп, өз орнына қондырсаң қыз баланы. А егер оған жақсы тәрбие бере алмай қалып отқан жағдайда ол өте ауыр ғой. Сен кәдімгідей бір ұрпақ поколение кетеді ғой соның артынан. Онда сен ұлдарыңа қатал, қызыңа мейірімді шығарсың? Мен қызыма мейірім болған кезде менің де өзім тактикам бар. Қандай? Балдарыма анау қызым саған айтам, келінім сені тыңда деген сияқты ғой. Бір уақыт келеді, бір ашуланған кезде ана екі баланың құйрығына бір қамшы дәм кеткізіп тиеді. Бірақ ол қыз естіп, қыз көріп тұрған кезде. Содан кейінгі тәрбиесі ары қарай жаңағы келіншегіме де айтып қойғам, қызды менің көзім жорма, мен шығып кеткеннен кейін аяма. Сенің тәрбиең сондай. Мен шығып кеткеннен кейін не себептен сенің көзің жорма? Сен өзің көтере алмайсың ба, әлде? Енді қыз бала деген қанша дегенмен сен тұрады да әкеге ше. Ал сен ертең саған қарай жүгіріп келсе, сен жоқ дей алмайсың. Мен оны қалай, қызым жүгіріп келатыр, мен оны қайтып бар, шешеңнен таяқ жетіп қайтып итеріп жіберемін. Болмайды ғой, жүрегім жарылып кетеді. Мен қызды болған кезде 3 айлық қызымды құшақтап алып, түнгі сағат 3-те бір тұншығып жылағаным бар. Саят Медеуовтың ағамыздың әндерін тыңдап отырып, қызыма деген бір әні бар. Соны бір адам қалай еді? Жоқ, Саят ағамыз соны мен айттым, беріңізші осы клипіңізді айналдырайық, анда-мұнда салып деп сұрадым да. Соны іздеп ютубта бар ма екен көрейінші деп қарасам, басқа бір кісі қыз ұзатуында айтыпты. Өзінің қыз сол өлеңін да? Ой, Алла, анау тұншықтырған ай адамды. Сөздер күшті ма? Сөздер тұншықтырма. 3 айлық қызымды құшақтап алып, тұншығып не қалам ғой, қызыма қайтып қараймын, қайтып құшақтаймын. Қайтып қараймын, қайтып құшақтаймын. Мен ауыр ғой. Сосын айттым мен. Енді алдағын алла біледі ғой, бірақ біз жаңағы несін жасаймыз ғой. Амалын. Келіншегім айтып жатырмын. Мен қызым өскен кезде қызымды қолдан ұзатпаймын. Неге? Келді жаңағы Алла қаласа болашақ құдағиыммен екеуің жеке сөйлес, келіс не керек, не анау. Мен қатыспай қойшы дедім ба? Бәрін жаса. Сөйтті қызды былай алып кетсін. Мен ана қолдан ұзатып берген мен шыдамайды. Өйткені мен бұрын асабалық. Қызғаныш па әлде не? Асабалық. Ол қызғанышқа жатпайды. Енді қимастық па? Қимастық шығар. Асаба болдым да. Асаба болам, сөйтіп қыз ұзатып жүресің ғой. Қыз ұзататын кезде мен шығып кетем. Бөтен қыз болса да шығып кетем. Айырмашылық жоқ, бөтен қыз бар. Қыз ұзатылып бара жатқан кезде ана әкенің жылағаны бар ғой, маған жаман ауыр тиеді. Қыздың кетіп жатқан ше. Ол кезде менде қыз жоқ. Кеудеңдегі жүрегің шыдамайды дейсің ғой. Мен кәдімгі балконға шығып кетем, тамада қайда? Мынаның артынан билеп айтпай ма жаңа несі қайда? Тамада іздеп жатады. Мен аяқта тұрамын, қыз шығып кетті деген кезде кірем бүйтіп кәдімгідей. Енді қара, Жасұлан, некенің 4 шарты бар. Соның ең бірінші шарты уәли. Уәли деген әкесі, не ағасы. Енді сен ол жерде болуың керек қой неке қиған кезде. Жоқ, енді ол міндет қой, парызы. Егер мен бердім деп айту, хотя бы ата-ана разы болса, оның несіне, ол түсті ол үшін мойнына. Егер Аллах қаласа сен қызыңды ұзатқан кезде барайыншы, Аллах қаласа ұзатуың болады ғой деп ойлаймын. Сол сен түріңнен көргің қарағым. Мен үйдегілер жаңа белгілеп қойып қойғам, мен бірден келген не ақсам бой бермеймін. Айтқанымды тұрам. Бой бермеймін. Айтам, болды, осылай болу керек, болады. Күйеу баланы жек көріп кетпейсің ба андағындай? Жоқ, мен күйеу баланы жек көріп кетпеймін, мен оны жек көрмеймін. Бірақ қолыма бүйтіп ұзатып берген деген нәрсені бар ғой, үйден келіп, алып кетті деген бар. Тұншығам дейсің ғой, мен мүмкін мен келе-келе бір өзгеріп кетуім мүмкін шығар. Бірақ дегенмен қазіргі таңда, дәл қазір осы таңда әлі сол сөзімде ғой. Сөзімде ойдан кеткен жоқсың. Мен бір оны бір ерекшелену үшін бір не істеп жатқаным жоқ. Ана жерде мен бір құлап қалатын сияқтымын бар ғой. Өйткені айдаладағы мен танымайтын біреу қызын ұзатқан кезде мен басым ауырып кеткен соншалықты ма тұншыққаннан. Деп жыласаң кетіп қалады ғой.
ана деп жылай алмағаннан кейін балалар бүйтіп жиналады екен, мен басымды көтере алмай қаламын, шыны керек бар ғой. Ал енді мен өзімнің қызыма келген кезде, біреудің қызына басым жарылып кетейін деп тұрған кезде қиын екен. Мен сол жағынан қатты қиналдым. Машалла. Енді әр адам әртүрлі ғой. Алла саған жеңілдігін берсін осы мәселеде. Алла жеңілдігін берсін шынымен. Оңай емес енді, қыз деген өзімізде де қыз, менде де қыздарым өсіп келе жатыр ғой. Қазір де ойлаймын да, мысалы, ішінде бүйтіп қалай айтса бағана қызғанышта, қимастықта, бірақ енді мына жерде түйсікте тұрады, қыз деген жат жұрт қой. Ертең сол бір өзінің болашақ отбасына түскен кезде бізде жат болып, өзін керісінше ана жақта, сол жақта балдай сіңіп, балдай батып судай сің дейді ғой. Сондай бір күйде жүріп, сондай бір тәрбие берсек екен деген үміт қой бізде. Бірақ бағана сенің ойыңды қолдайтын да шығармын мүмкін. Енді оны тек қана қыз бар әке түсінетін шығар. Ол әрекет мынандай, мен ол қызым барған жерінде тастай батып судай сіңсін деп айтамын. Батамды берем, ризашылығымды айтамын ғой. Бірақ мен ол тек қана жаңағы өзімнің көзімнің алдына бүйтіп қолдан беріп жібергенге ғана сол жағынан сол мәселе. Сол ғана. Ал оның мен бақытын тілемеуге, оның несін бәріне мен әрине. Ол жағынан біздің үйде қызда мынандай екі ұлыма жаңағы міндеттеп қойған нәрсе бар. Бірдеңе алып барған кезде, содан бірінші қыз бүйтіп ұстап ішіп жемейінше, ана екеуіне рұқсат жоқ. Дәм татпайды. Екеуіне рұқсат жоқ, короче, дәм татпай емес, рұқсат жоқ оларға. Олар оны біледі. Өйткені қыз туылған кезде олардың миына құйылған. Бұл бізге келген қонақ деп. Бұл қыз бала, мен оларға шешелерін айтып көрсем, естеп жүр ма? Азында тұрады сенің киімің. Көрдің бе қандай машағат деп пе? Жүгір менің киімім, ана жақта ата енесінің шайы бар, мына жақта кірі бар, анауысы бар, мынауысы бар, шапқылап жүгіріп. Ертең бұл да біреудің тура жүріп жүретін келіншегі болады, келіні болады. Бұл қазір сенің үйіңде ғой, сен бұны қонақ қылып күт. Бұл сенің қолында 18 жыл, 20 жыл, 25 жыл, бір алла біледі қай уақытқа дейін тұратын. Бірақ бұл ұзақ сенің қолында тұрмайды, ол ертең Алла барған елінде сол жақта ұзақ тұрады, өзінің еліне барады. Қазір біздің қолымызда бұл қонақ. Сондықтан бұны құрметтіңдер, қызға айқайламаңдар, қызға қолдарының ұшы тимесін деген нәрсенің бәрін дұрыс тәрбие деп ойлаймын, Аллаға шүкір, алхамдулилlah. Қуанып отырмын осындай сөздер айтып жатқанына. Мен қыз балаға енді ареке бүйтіп ойланып қарасаң, шын мәнінде ғой, сенің қасында қанша жыл, азғантай ғана өмір сүреді ғой негізінде, шын мәнінде. Иә. Ол сосын ана жаққа барады, қандай отбасыға барады, бір Аллаға аян да. Білмейміз да. Құрметтеп жіберу керек да. Сосын көбінде әйеліме айтамын, келіншегіме. Осы әйелім деген сөзді айтпауға тырысамын негізі ғой. Айта бер енді, бүгін болады. Жоқ, әйелім деген бір қатыным де естіп қалдым. Қатыным де. Мен үйленгеннен бері қатыным деп айтамын. Қатыным нормальный нәрсе. Жаңағы ойбай айтайын деп қалдым ғой. Жұбайың жайында бір нәрсе айтайын. Жұбайым жайында бірдеңе айтайын деп отыр едім. Еске түссе айтарсың. Иә. Былай қарасам, сенің сөзіңе қарап отырсам, отбасыңның үлкен бір жанашыры ретінде көріп отырмын. Ал сен елдің жанашыры деп санайсың ба өзіңді? Және қаншалық қам жейсің елің үшін? Мен өзім көбіне көрсетпеймін ештеңені ареке. Жоқ, көрсет деп айтқан жоқпын. Жалпы өзің бір анандай бір шоу жасағанға жоқпын да. Мысалы қараңыз, көп жастар шетелге кетіп қалып жатыр. Мен Қазақстанда не істеймін, қазақ елінде? Болашағым жоқ сияқты болып көрінеді, анау мынау. Бірақ көбісі қиын өмір сүрсе де, жоқ, мен елімді тастамаймын. Мен осыны жанашырлық деп санаймын өз басым. Енді қараңыз, егер де бәріміз кетіп қалатын болсақ, бәріміз күнкөріс нашарлатып қойып, басқа жаққа барып өмір сүрейін деп тастап кете беретін болсаң, ертең Қазақстан жоқ болып кетеді ғой, бәріміз өйте беретін болсақ. Енді әрине сол ғой. Мен осы жақында бір бауырым, осы кеше, жақында болды, күні кеше бір бастама бастайын деп жатыр екен.
хат жазып билікке сонда мен айтамын да мүмкін деймін да бізді әдейі күтіп жатқан шығар деймін да мүмкін ол арғы күні бір добро берейін деп жатқан шығар бір тірлігімізге сен соған бір күн алдын сынып қалсаң ертең деп қала ма күтейік те кішкентай дедім сол сияқты күту керек сияқты әр нәрсенің өзі бір қайыры бар әр нәрсеге өзі адам лайықты ғой деп ойлайсың ғой иә күту керек ой мысалы шетелге кетіп бір жұмыс істеп жатсаң да одан сүйіп жүру керек қой мысалы мен өзбек деген халыққа таң қалудан әлі таң қалдырудан олар мені жалыққан жоқ мен оларға неге мысалы өйткені қытайда жүрген кезде кәдімгі керек болатын болса ол жақтағы ұйғыр ағайындармен тамақ жейтін жерін таппай жүрген кезімізде тамақтану керек қой жүрген кезде өзбектер бар да кішкентай ғана бұрышта плов пісіріп сатып тұр да өзбекше киіммен ше өзбектер енді оның ана үстіндегі шапан мен басындағы бас киіміне қарайсың да оған таң қалмайсың ба ұят қой өзбек әке мынауың ұят қой киіп алсай үстіңе бірдеңе деп айтпайсың ғой қытайда не істеп жүрсің палау сатып деген сияқты демейсің ғой өзіне әдемі жарасып тұр шапанын алдын жауып қойған басына тақиясын киіп алған палауын сатып тұрып атырлатып ризығын тауып дейсің иә былай қарағанда өміршеңдігіне таң қаласың ба сонда өміршеңдігіне емес бұлардың өзінің ұлтын өзінің жерін сүйетіндігіне риза боламын көптеген жаңағы өзбектердің киімімен болсын насихаттайды дейсің ғой олар міндетті түрде насихатта жүреді ол қазір қазақстанға келіп сіздің үйіңізде жұмысшы болып жұмыс істеп жатып ол сізге қазақша сөйлемейді шығар ал қазақты шетелде көрсең қазақ екен білмей қалып мүмкін қырғыз ба өзбек па қытай ма моңғол ма екен кейде кетіп қалып жатамыз сосын мен кейде бір таң қаламын осы біздің қазақта ғана ма деймін да бір жаққа барса сол жақтың тілінде сөйлеп өзінің тілін ұмытып қала береді жоқ мен көптеген әртүрлі ұлттармен сөйлесем араластым мен бір жаныма қатты тигені күйіп кеткенім қытайдан бір қазақ бизнесмен осы ілгеріде болған нәрсе қазақ келген ғой тірлік бастауға қазақ еліне қазақстанға сонда жаңағы серіктесі осы жақтың қазағы сонымен екеуі жаңағы келіп ортада біреу таныстырған екеуі таныстырып мені жаңағыдай кірпіш жүретін не дейді кірпіш бар ғой иә сондай шығаратын станоктар әкеліп жұмыс істейміз деген бірге сонымен екеуі келгенде қарап қалса екеуінің ортасында бір ұйғыр жігіт переводчик болып тұр дейді да аудармашы болып ана жақтың қазағы орысша білмейді мына жақтың қазағы қазақша білмейді да субханалла енді мынау деген нәрсе ең адам намыстан өтеп кететін нәрсенің бірдеңесі ғой неше түрлі жайттар болады иә адам бір ең ауыр нәрсе ғой мысалда екі қазақтың ортасында бір өзге ұлт осыны көріп тұрып шын мәнінде жанашыр адам еліне жанашыр қазағына жанашыр адам ондай қылықтарға бармайды дейсің ғой ол бармау керек еді да сол жерде бармау керек еді оған енді ол ата ананың тәрбиесі шығар сол баланы солай тәрбиелеу енді бар ғой әреке көп жерде ата ананы кінәлап жатамыз ғой иә бірақ ешқандай ата ана баласына анандай санасыз бол деп айтпайды ғой адам да өзі кішкентай ойлану керек шығар деп ойлаймын бір сосын біздің өзіміздің қазақтардың өзі бір ана тілінде сөйлемеу емес сөйлегісі келмейтін сияқты сол сені қынжылтады иә түсінікті жасұлан уақыт өз мәресіне келіп жетті уақытта соңғы сұрағымды қояйыншы осы бүгінгі бағдарламада егер де саған бір мансап беретін болса бір шешетін жер билік болсын тағы да басқа болсын ең бірінші неден бастар едің жұмысыңды нені өзгертер едің мен мына нәрсені істейтін едім егер маған сондай бір билік берсе мен бір-ақ нәрсені жасайтын едім бала туылғаннан бастап туылғаннан кейін
жаңағы балабақшаға беретін кезден бастап 12 жасқа дейін оны тек қана ұлттық тілде, ұлттық киімде, ұлттық тәрбиеде тәрбиелеуге сондай бір заң шығарып қоятын. Алла разы болсын. Менің ойымда жүрген нәрселерді айтып отырсың да. Бүгінгі таңда осы күнге дейін қонақтарды қанша шақырдық, сенің аузыңнан осы нәрсені естідім, өзім ішімде жүрген нәрсемді. Неге олай? Неге олай? Өйткені сіз үй салсаңыз, астына қандай бір фундамент құйып қойыңыз, үстін сөйтіңіз де жасаңыз, бір зәулім сарай, әдемілеңіз, оның сыртын алтыннан қылыңыз. Ол үй көпке шыдамай құлайды. Бұл сіздің алтыныңыз көмектеспейді оған. Өйткені қазақи іргетасы жоқ болғаннан кейін де оның фундаментінде мынандай ғана құмы көп, цемент аз болып тұрды. Ол шашылып қалады, яғни ол жарылады. Жұмысымды осынан бастар едім. Негізі бұл практика, бұл тәжірибе, бұл жапондықтардың тәжірибесі. Жапондықтардың тәжірибесі, білем, киімде неге деген кезде мен бір осыдан бір қанша 7-8 жыл естігем осы тәрбиелерінде. 12-13 жасқа дейін ешқандай шет тілдерін үйретпейді екен. Үйретпейді. Тек қана өздерінің тілдерін. Бірде біздің уақытта қысып қалды ғой. Үйге біз диқан шақырдық Өзбекстаннан. Сөйтсек, ол кісі бір ауылдың жаңағы молдасы екен, имам. Ол кісінің жаңағы үлкен, бұдан да үлкен Құран кітабы болды. Көнігі жаңағы несін егін екпеген екен, ана кісі Құран қатып отырады. Машалла. Біздің ауылда көп адам намаз оқымайтын сол уақытта. Ана кісі ешкімге барып, сен намаз оқы деп айтқан жоқ. Бірақ тек қана уағыз айта берді. Сол жаңағы ортаның бәрін намазға келтірді. Шалдардың бәрі тарауих оқитын болды. Ораза деген не екенін білді, ауызашар деген не екенін білді. Аллаға шүкір, себепші болды. Менің әкем де намазға келді, 40 жасқа толған кезінде. Әкем намазға келуіне себепші болған кісі. Машалла. Әкеме бір ауыз сөзбен тоқта қойып тастаған кісі. Менің әкем айтыскер ақын кісі. 40-қа толып жатқан кезде анда барып, бұнда барып, жаңағы енді ол уақытта мынау ішеуінен неғып тұрған кез, сонда келіп тақсыр деп, енді жәл уағысындап жүрген кез ғой, үйге кіріп келіп тақсыр, мен ішпедім деді. Машалла. Ой, машалла, әсет, мені өйстіп басталады, мұсылмандікі әсті. Чаймен келеді, Әсетжан, айналайын деп отыр ғой. Арақ ішпедім, мен пиво іштім деді ғой. Шал айтқан екен. Алла рахметін алсын, ол кісінің өте сондай керемет кісі еді. Есіктің алдына шығарып, Әсет, анау кетіп бартқан, алайды, анау кетіп бартқан, қарайды, анау кетіп бартқан, сарайды, бірақ олар ит дейді. Түсіндім деді, содан кейін әкем арақ ішкен жоқ, мысалы. Машалла. Ақ ит, көк ит, сары ит бәрі бір ит деді да, пиво іш, сыра іш, анау іш, мынау іш, онdan айырмашылық жоқ деді. Енді мен айтайын дегенім, сол кездегі ана кісі бізге мысалы Фатиханы, Ықыласты, Кәусарды, Тәбәт, сол уақытта өзіміздің немен жаттап алғанымыз ғой. Сол кісі сол жаңағы арам шөпті жұлып отырып бізге үйреткен ғой. Қалып та сол шықпайды әлі. Менің айтайын дегенім, біз өзіміздің жаңағы ұлдарымызға, қыздарымызға сол кішкентай кезінен сондай бір қазақи тәрбие беретін болсақ, оның фундаментіне тасқа қашағандай болады дейсің ғой. Қалды да бойында. Ол бойында ұстап қалады. Мақсатымды түсіндім. Аллах разы болсын саған. Екінші тағы да билікке жаңа барып қолынан келіп шешетін нәрсе болатын болса, бала саны 10-ға, 9-ға барған кісілерге 4-5 бөлмелі пәтер, және де ол кісіге сол уақыттан бастап пенсияға шығарып, қомақты қаржы көрсетіп қоятыным. Машалла. Тегін? Тегін, бүткіл нәрсені қойып. Өйткені біз ол тек қана билікке ғана қатысты нәрсе емес, көріп отқан барша заңға қашап тұрып қойып қоятын едім дейсің ғой? Қойып қоятын едім. Өйткені бір уақыт өте береді. Біз егемендік алғалы 30 жыл болып. 30 жыл өтіпті да. Сол 30 жылда осы нәрсені қолға алған болса, 30 жылда қазір біздің санымыз 10 есе көбейер ме екен? Көпке барып қоятын еді. Санымызбен күшті боламыз да, Алла қаласа.
иншалла бір түріктер сияқты бір 80-90 миллионға жетсек, бір 50 жылда Алла қаласа. Алла қаласа сол кезде көкірек тұратындай бір жағдайға жетеміз ғой. Иә, бір көптігімен. Еңсемізді көтеріп жүретін көптігімен. Иншалла. Алла тағала разы болсын саған, Жасұлан бауырым. Қымбатты көрермен қауым, баршаңызға бүгінгі сұхбатымыз ұнады деп ойлаймын. Алдағы уақытта да иншалла осы студиямызда Қазақия хабарында кездесетін боламыз. Жасұлан мырзаға көптен көп рахмет деп айта отырып, бүгінгі бағдарламамызды тәмамдайық. Амандық пен саулықта кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.